Өлкеміздің емдік жерлері. Шырайлы шығыстың саф ауасы жанға шипа, бойға қуат береді. Қазақстандағы табиғат көркемдігімен ерекшеленетін бірден бір өңір болып табылады. Бұл аймақтың табиғаты талайды тамсандырып, саяхатшылардың жүрегін жаулаған. Шалқыған көлге, шипалы шөпке бай, одан қалса алыс жақын жұртшылыққа ендік жерлермен танылған шығыс өңірі. Ал енді достар, өңіріміздің емдік жерлеріне бірге саяхат жасайық. Рахман қайнары. Бұл Шығыс Қазақстан облысының Қатон-Қарағай ауданындағы шипалы жылы су. Оңтүстік Алтай ойпатында Арасан көлінің жағасында теңіз деңгейінен 1750 метр биіктікте орналасқан. Су граниттегі терең жарықтан шығады. Температурасы +35 -42 градус аралығында. Рахман қайнары шипалы қасиеті мен құрамындағы пайдалы элементтердің молдығымен ерекшеленеді. Оның суы асқазан, жүйке және тыныс ауруларына, әртүрлі жараларға, уды қайтаруға пайдалы. Су тұщы келеді. Судың өзі минералдарға бай. Суға адамдар шомылады және ол ішуге де жарамды. Рахман қайнары биік тауда, орманның өте көрікті жерінде орналасқан. 1925-1936 жылдары бұл жерде демалыс орны болған. Ал 1960 жылдан бастап шипажай жұмыс істей бастады. Ал достар, неліктен бұл жер Рахман бұлағы деп аталды деп ойлайсыздар? Ыстық қайнар көздерін емдік қасиетін Рахманов деген аңшы 1763 жылы ашқан. Ел аузындағы аңызға сенсек, ол саятшылық құрып жүріп, мылтығымен маралдатып жарақаттайды да артынан қуады. Жануар қашып отырып, осы суға кеп түскен. Әлсіреген жаралы марал біраздан соң күш жинап қайнардан секіріп шығады. Осы бір кереметке куә болған аңшы судың бір ерекше қасиеті бар екенін түсінеді. Шығыс өңіріндегі тұмса табиғаттың тағы бірінші маржаны Сібе көлдері. Бұл көлдер ертістің сол жағалауынан аса қашық емес, қалба тауларының қаптар құйма тастарынан қаланғандай жоталарының арасында орналасқан. Тау табанындағы тостағандардай бес көл кімді болмасын таңдандырмай қоймайды. Тереңдігі малта тас көрінетін, тұнықтығы желмен жеңіл дірілдейтін керімсал көркі Сібенің сәні мен салтанаты. Қалмақтың сепін сөзінен шыққан көл атауының түп төркіні сабынды көл дегенді білдіреді. Шынында Сібенің суын сабындай жұмсақ, теп тән мен жанды сергітеді. Сібе көлдері табиғат, таулы дала және шөлейт жерлерінің ортасында орналасқан. Алап көлемі 40 000 гектар жерді алып жатыр. Қалба гранит алабындағы көп үлкен сауықтыру мүмкіншілігіне ие. Суға түскеннен кейін өзіңді жеңіл сезініп, жұмысқа деген ынтаң артады. Салқын тұзды тау суы адам денсаулығына өте пайдалы. Сібе көлі натрий карбонаты, кальций, калий тұздармен минералданған. Табиғи химиялық зертхана жақсы жұмыс істеуде. Судың минералдығы 1 литрге 26 граммнан келеді. Таза су көлдегі гранит жарықшағынан және бастаулардан қайнап шығуда. Шығыс Қазақстан облысында емдік туризмді дамытудың көш басында Қатон-Қарағай ауылы тұр. Қасиетті қазақ жерін мен төрінде құт қонған жерұйық қоныс, жанға жайлы жәннат мекендер аз емес. Соның бірі бірегейі Алтайдың төрінен атақты мұз таудың етегінен ойып тұрып орын алған Қатон-Қарағай ауданы. 1000 жылдық қарағайым мен самырсыны, бал қарағай жайқалып өскен нулы мекен.
қаздар қаңқылдап, сансыз құстар сайран ұшқан осынау бір ғажап өлкеге барған сайын жан сарайың ашылып, ерекше бір сезімге бөленесің. Шығыс Қазақстан туризм саласын, оның ішінде медициналық туризмді дамытуға жіті көңіл бөліп отыр. Әйгілі маралдың мүйізінен жасалған емдік қасиеті аса жоғары дәрі-дәрумендер сұранысқа ие. Бұл күндері Қатон-Қарағай жерінде бұғы мүйізінің сорпасымен емдейтін ондаған емдік орындар ашылған. Бүгінгі таңда Қатон-Қарағай аудандық ауруханасы базасында Алтай шипажайын ұйымдастыру қолға алынған. Осы жерде халықтық медицина, шөппен емдеу, қымызбен емдеу, батпақпен емдеу кабинеттері қызмет көрсетпек. Сонымен қатар, осы шипажайда оңалту бөлімі ашуда жоспарда бар. Жаңа шипажай 3 жылдызды стандартқа сәйкес болмақ. Жоба бойынша мұнда бір мезетте 90 адамға дейін емделе алады. Зайсан қаласынан 39 километр қашықтықта Радон бұлағы бар. Оның емдік қасиеті оңтүстік Алтайдағы Рахман қайнарларынан, Ресейдегі Белокруникадан, Грузиядағы Скалтувадан да асып түседі. Кендірліктің оң жағында Сауыр жотасына қарай созылған Сайқан жотасының тік тау бөктерлерінде көтеріліп тұр. Осы алқапта қойтастармен, жұмыр тастармен шашылған қалың орманды топырақта кей жерлерінде алуан түрлі шөп бұталар өсіп кеткен құмды төбелер басталады. Топырақты суға жақын құмды төбелердің арасында тереңдіктер, лавр жапырақтары және ақ теректің, көк терек пен қайыңның аралдық шағын тоғайлары, бөк жидектің, ит мұрын мен ақ шеңгелдердің бұталары өсіп жатқан. Бұл жерде емдік шырғанақ көп өседі. Шырғанақ бұталы немесе шағындау ағаш болып саналатын тікенді өсімдік. Жапырағын мен гүлі бір уақытта ашылады. Қазақстан жерінде бір ғана түрі кездеседі. Тау етегінде тоғайлы алқапта, өзен су жағалауларында, жартасты тау беткейлерінде өседі. Жапырағы күміс түстес. Сәуір, мамыр айларының аралығында гүлдейді. Гүлдеп біткен соң жеміс салады. Жемісі қазан айларында піседі. Күзде жемісінде болатын ащы дәм алғашқы қара суықтан кейін жоғалады. Жемісінде 8% шырғанақ майы бар. Құрамындағы дәрумендердің қасиетін жоғалтпау үшін жеміс ағашын бөкшелерде, күн көзінен таса жерлерде сақтау керек. Шырғанақтың жемісінен шырынды сусындар, қайнатпа тосап жасалады. Шырғанақ майы терідегі жаралар мен күйіктерді жазады. Адамның ішкі ағзасының жұмысын жақсартып, бауырдың негізгі қасиетін сақтауға көмектеседі. Көптеген қатерлі ісіктерді емдеуге қолданылады. Өсімдіктің бұтасы тығыз және қатты болып келеді. Сондықтан оны жылжитын құмдардың жолында егіп, таудағы жүретін көшкінге тосқаулы ретінде жартастағы тау беткейлеріне егуге болады. Көгалдандыруда жеке немесе топтап егуге, жасыл қоршау ретінде өсіруге болады. Ежелде оның жидектері үй жануарларында паразит жәндіктерді жою үшін де қолданған. Шырғанақты Сібір анасы деп те атайды. Осы тоғайлардың әрбір жидегі рекордтық салмағы 7 граммға дейін жетеді. Дұбығалы көлі облыс орталығынан 80 шақырым жерде орналасқан. Дұбығалы көлінің жағасы бұл жердің табиғаты керемет, құмды жағажай, жартастар, көл үңгірлері, тас таулар. Қазір Дұбығалы көлінің жағасында туристік кешен салынуда. Теңіз деңгейінен 347,17 метр биіктікте орналасқан. Дұбығалы көлінің суы жартылай тұзды, емдік қасиеті бар және фор мен фторға бай. Көз тартар көрікті орынды тамашалап, қаланың қым-қуат тірлігінен тынығуға келетін жандар қатары жылдан жылға өсіп отыр. Ел аузында емдік жерлер туралы көптеген аңыз әңгімелер бар. Соның бірі Алтай өңірі туралы. Өткен ғасырларда дәулеті шағын ғана, бірақ ақыл парасатты шал мен кемпір болыпты.
Олардың жар дегенде жалғыз ұлы бар екен. Күйбең тірлікті күйттеп, бір күні қарт кісілер ауыр дертке шалдығады. Олардың сырқаттары күн сайын асқынып, жағдайлары мүшкілдене түседі. Жалғыз ұлдары ата-анасын қиын халге түсірген дерттің емін іздейді. Бірнеше айлап жол жүрген бала ақыры тауға жетіп, қарт қарияны кезіктіреді. Емші жөн сұрайды. Сөйтсе, қарт ата-ана безгек деген дертке шалдығыпты. Ал оған ем болатын шөп сол маңда ғана өседі екен. Түйнек шөпті тағда ұзақ жол жүріп, бала ата-анасына әкеліп қайнатып ішкізеді. Олардың жағдайы оңалып, беттері бері қарайды. Кейін безгек ауруы сол маңайға кең тарай бастағанда, қалық баладан шөпті қайдан әкелгенін сұрайды. Сонда бала шығысқа қарай 6 ай жүріп, сол тауға жеткенін айтады. Осыдан бастап, алыс шығыстың тауы Алтай аталып кетіпті. Шығыс Қазақстан көз тоймас сұлулығымен ғана емес, ерекше күшке ие шипалы жерлермен де ерекшеленеді.